Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli cemaat, akşam namaz Ramazan ayında iftarlık alışırda. Bayağı ötken zamanda, sahabalar zamanında, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın zamanından keyingi sahabalar zamanında bir kişi bolgan eken. Bişir degan kişi bolgan atı. Bişir. Sonday bir öte maskülün kişi bolgan eken. Arak içетін, әрдайым arak içip жүрген. Ауыз арақтан босамайды әрдайым. Постоянно сыраханада, арақханада жүрген. Ішіп жер жүрген. Сол кісі бір күні сыраханаға бар, арақханаға бар, арақ ішіп, сөйтіп мас болып келе жатып, бір әжетхана кіреді. Әжетхана кірсе, дәрет сыдырып отырған кезде бір қағаз көсіп кетеді жаңағы. Қағаз көсіп кетеді де жаңағы алып қараса бисмиллахиррахманиррахим жазған екен. Бисмиллахиррахманиррахим жазған екен. Ана кісі алады да Аллахтың есімі Бисмиллахиррахманиррахим туалеттің ішінде әжетхананың ішінде неғып жатыр дейді да, алады да жаңағы алады да сүйетті, сөйтіп сүйетті қалдырсыздық болады. Үйіне келгеннен кейін жаңағы бисмиллахиррахманиррахим Аллахтың есімі ғой енді. Аллахтың есімі жазылған қағазды әтір сеуіп сандыққа сып қояды. Содан жаңағы Бишир халфидің бір ағасы болған екен, өте тақуа діндар кісі болған екен да. Сол кісі жаңағы түс көреді бір күні. Түс көреді, түсінде мұндай дауыс естиді. Бишир халфи жәннаты бол деген дауыс естиді бір күні. Ұйықтап алады, шошып оянып кетеді да, мүмкін емес, оған лайық емес, ол мас күннен ғой, алқашқа дейді да. Екінші күн сол тағы көреді. Тағы мүмкін емес деп оянғаннан тағы мүмкін емес деп айтады жаңағы. Ондайға лайық емес ол. Жәннаты бол мүмкін емес дейді да. Ол жәннаты бол мүмкін емес, өйткені арақ ішеді постоянно дейді ғой. Мас күннен дейді жаңағы. Үшінші күн тағы көреді жаңағы түсті. Болмағаннан кейін барып Бишир халфи сұрайды, інісін сұрайды ғой, барып сұрайды. Ей Бишир дейді, сен дейді осындай, сені түсімде осындай жәннаты бол деген дауыс естідім дейді. Жәннатқа кіреді деген дауыс естідім дейді. Маған бір дауыс келді дейді, түсімде дейді. Аян берді дейді. Сенің Аллах тағалаға ұнаған қандай бір жақсы амалың бар дейді. Сонда Бишир халфи айтады, жоқ, мен ешқандай жақсы амалым жоқ дейді, ешқандай сауап істемеймін дейді. Бірақ бір күні жаңағы мас болып келе жатсам, бір әжетханаға кіріп едім, бір қағаз тауып алдым дейді. Көзім түсіп кетті дейді. Алып қарасам бисмиллахиррахманиррахим жазған екен дейді. Соны алып сүйіп қалтамызға қойдым. Үйге келгеннен кейін жаңағы әтір сеуіп сандыққа салып қойдым дейді. Сонда ана кісі айтқан екен, міне осы ісің үшін Аллах тағала сені жәннат қылды деген екен. Аллах тағала менің есімді сонда жоғары дәрежеге көтеріп құрметтеген үшін Бишир халфиді кешіріп жәннат қылдым деген Аллах тағала маған осындай түсімде аян берді дейді жаңағы кісі. Сонда жаңағы кісі Бишир халфи жаңағы не істейді, тұрған жерде есін танып құлап қалады. Есін танып құлап қалады да, сөйтеді жаңағы есін жинап болғаннан кейін сол жерде тауып алып келеді жаңағы кісі. Өзі алғаш не болғанымен бір бай кісі болған екен да. Сөйтеді да сол жерде жаңағы бірден сол жерде тауып алғаннан кейін арағын бәрін тастап тура жолға түсіп кетеді жаңағы кісі. Сосын ол кісінің жаңағы өзінің аты Бишир ғой. Кейін халфи деген ат қосылады жаңағы лақап ат та. Халфи деген мағынасы жалаңаяқ деген мағынада деген. Жалаңаяқ болады себебі ол сол жерде тауға киген кезінде аяғында аяқ киім болмаған екен. Содан өмір бойы аяғына аяқ киім кимей өткен екен. Қазақша жалаңаяқ халфи да, жалаңаяқ Бишир. Соны атқа ие болған екен. Содан өмір бойы жаңағы аяғы жалаңаяқ кимей, аяқ киім кимей жалаңаяқ болып өткен екен. Бірақ ол сол ақырында тәуба қылғаннан кейін ілім жүздеп, ілім жолына түсіп, дін жолына түсіп, намаз оқып, Құран оқып, діни білім алып дейді, үлкен әулие болады жаңағы ақырында. Табиғи дейді, табиғи деген Пайғамбарымыз Алейхиссалам көзін көрген мұсылмандарды, Пайғамбарымыз Алейхиссалам көзін көріп, Пайғамбарымыз Алейхиссалам пайғамбар екендігіне, хақ пайғамбар екендігіне иман келтіріп, сеніп, мұсылман күйінде қайтыс болған кісіні сахаба деп атайды. Ал енді сахабалардың көзін көрген мұсылмандарды табиғи деп атайды. Жаңағы кісі табиғи болады. Сахабалардың көзін көріп, сол кісілерді сабақ алып, дәріс алып, ілім алып, жаңағы үлкен әулие болып жетеді жаңағы. Үлкен әулие болып кетеді. Соның несі жаңағы бай болады екен да жаңағы кісі. Сол тәубаға келгеннен кейін барып жаңағы не қылады? Құлдарын босатып жібереді, дүниесін таратып жібереді, сөйтеді да жаңағы сыраханаға барады. Бірге ішеді достар да жаңағы. Барады да бұдан кейін дейді, мен бұл жерде көрмейсіздер дейді. Мен тәубама келдім, бұдан кейін арақ ішпеймін дейді. Сол жерден бастап сол жаңағы ілім жолына түсіп, ақырында үлкен әулие болған екен жаңағы кісі дейді. Осы кітапта осылай айтылған жоқ, кітаптың оқыдым. Баршаңызға рахмет, Аллах разы болсын.